Қазақ әдебиетінің қарымды қаламгері, белгілі бард ақын, сазгер Табылды Аяшұлы Досымов 1965 жылы 15 шілдеде Индербор кентінде дүниеге келген. 1972-1982 жылдары Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектепті бітірген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін тамамдаған. 1983-1985 жылдар арасында Германия жерінде әскери борышын өтеп, оқуын қайта жалғастырған сәтте 1986 жылғы қаһарлы желтоқсан көтерілісіне қатынасушы ретінде оқудан шығарылған. Сол кезеңде туған жерге оралып, аудандық мәдениет үйінде әдіскер, жылжымалы клуб меңгерушісі болып жұмыс жасаған. 1988-1990 жылдары қайтадан университеттегі оқуын жалғастырып, журналист мамандығын алып шығады. 1990 жылғы 8 тамыздан Гурьев облыстық телерадио комитетінде редактор, 1992 жылы Атырау облыстық филармониясында желтоқсан жебесі атты жас дарындар тобының жетекшісі, әншісі, 1990-1993 жылдары Индер аудандық тіл басқармасының бас маманы, 1996-1999 жылдары Атырау облыстық мәдениет басқармасының Индер ауданы Махамбет атындағы қордың директоры қызметін 2000 жылдан өмірінің соңына дейін аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы болып қызмет атқарады. Болмысы бөлек бард ақынның өміріне, шығармашылығына, поэзиясына, әндерінің әуендеріне 1986 жылғы болған үлкен оқиға өзгеріс алып келді. Өйткені елім деп, жерім деп алаңға шыққан жалынды жастардың қатарында Табылды Досымов та болатын. Сол бір жеңіс тұғырынан көрінген тәуелсіздік, желтоқсандағы жырын, қазақ елім дегенше, әулет диалогы және тағыда басқа жырларының өмірге келуіне себепші болды. Алаштың ұлы, Аяштың ұлы Табылдының бардтық әндерін тыңдаған жан еңсесін көтеріп, елім деп, еміреніп, жұртым деп жалындайтыны анық. Мен қазақпын деп айтаман, халқым үшін қан додағы кірмей қалай жай табам. Менің қаным тебіренсе, тентек Каспий секілді қайнайтұғын, ұйымайтұғын, арнасына сыймайтұғын қайтадан, деп жырлайды ақын Табылды Досымов. Және де ақынның жанарымның жарқылы, ұнатамын мен сені атты жинақтары жарық көрді. Сонымен қатар жайықтың толқындары, Табылдың әні атты өлеңдері мен ән мәтіндері қалың оқырманның көңілінен орын алды. Ғұмырында жанына гитараны серік еткен Табыл Досымов жайлы замандастары мен қаламгерлердің естеліктері аз емес. Өлеңдері кітап болып басылып, оқырмандар арасында қолдан қолға өтті. Әндері кең байтақ елінің рухын көтерді. Белгілі жазушы Жұмабай Құлиев пен журналистер Серік Жанболат, Қаншайым Байдәулетова мен Тәуірбек Жұмабергенұлы дайындаған «Із тастап аққан бір жұлдыз» атты Табылды Досымовқа арналған ғұмырнамалық кітап шығарылып, оқырмандарына тамаша тарту жасалды. Республикалық үкілі үміт байқауының дипломанты, облыстық жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәдениет қайраткері белгісімен марапатталған. Мен қазақпын деп жаһанға жар сала жырлаған
жалынды ақын, өзінің кіндік қаны тамып, өмірінің соңғы күндерін өткізген туған топырағында 2019 жылы сәулетті ескерткіш бой көтерді. Сәулетті ескерткіштің ашылу салтанатына Табылды Досымовтың замандастары, қоғам қайраткерлері қатысты. Биіктігі 2 метр 60 сантиметр болатын ескерткіш қазақ қоладан құйылып жасалған. Сәулеттік өнер композициясы Табылды ақынның 45 жасында өтуін білдіретін 4,15 метрлік гранит тасқа өлеңдері жазылған. Сондай-ақ Табылды мұрасының кейінгі ұрпаққа жалғасуын өнелейтін граниттің ұшар басына құстар бейнеленген. Ескерткіштің авторы Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі Бақытбек Мұхамбетжанов. Қазақтың бард ақыны, қазақ әдебиетінің қарымды қаламгері Табылды Досымовтың адамдық ғұмыры біткенмен, ақындық ғұмыры оның өлмес жырларымен жалғасын таба бермек. Оның салған әні, өткір сөзді поэзиясы халық жүрегінен мәңгіге орын алады. Ауызы асқа жарымай өскен